Қайырлы күн. Бұл видеода Дамумет қосымшасына қалай тіркелеміз, сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші Play Marketке кіріп Дамумет деп жазамыз. Мінекей шықты. Установить деп басып, өзімізге жүктеп аламыз. Содан кейін Дамумет мобильді қосымшасына кірейік. Яғни бұл қосымшаның беретін мүмкіндіктері мен артықшылықтары. Клиент өзіне ыңғайлы күнді таңдап, дәрігер қаралуына жазыла алады. Және дәрі-дәрмектердің рецебін, зертханалық тексеру нәтижелерін көруге болады. Ал егерде бала науқастанған жағдайда, оны өз атына тіркеп, дәрігердің қабылдауына жазуға болады. Және сонымен қатар еңбекке жарамсыздық парағын білім беру мекемелері үшін анықтаманы, яғни емханаға бармай-ақ осы Дамумет қосымшасы арқылы алуға болады. Вызвать врача деген, яғни дабыл түймесі арқылы 5 жасқа дейінгі балалардың ата-аналары және жүкті әйелдер мен диспансерлік есепте тұратын науқастар бір түймені баса отырып, жедел жәрдемді шұғыл түрде үйіне шақыра алады. Сонымен қатар вакцинация туралы осы медицина жағында жаңалықтарды естіп, көріп, хабарландыру алуыңызға болады. Ал енді тіркелу үшін профилға өтеміз. Загрузка болып жатыр. Сосын область пен тілді таңдаймыз. Кіру деп, тіркелу дегенді басамыз. Тіркеу. Содан кейін логинді өзіміз ойлап табамыз. Құпия сөз. Яғни құпия сөз, міне астында айтылғандай, бір үлкен әріп болу керек. Және цифрлар, мысалы, таңбалар болу керек. Қандай таңба таңдаймыз? Осындай таңба таңдайық. Содан кейін бір кішкентай әріп болу керек. Содан кейін 8 таңбадан кем болмау керек. Жысы енді теріп, фамилиямызды, яғни атымызды, әкесінің атын, сосын туған жылымызды, яғни жынысымызды және қаламызды жазамыз. Мекен жай міндетті түрде. Содан кейін телефонды теріп, суреттегі кодты енгіземіз. Кодты сұрату арқылы бізге SMS келеді, сол SMS-ті тіркеп кіреміз. Кірерде өзіміздің логинімізді, ойлап тапқан логинімізді және құпия сөзімізді теріп, кіру батырмасын басамыз.